Сәлем баршаңызға. Бүгін слезы ангела періштенің көз жасы пирогын пісіреміз. Өте ерекше әрі нәзік болып шығады. Ең алдымен құрғақ ингредиенттерді ұн, қопсытқыш, қант салып араластырып аламыз. Қатып тұрған майды турап саламыз және қолымыздың көмегімен песок жасаймыз. Жұмыртқа салып, жұп-жұмсақ қамыр илейміз. Егер қамырыңыз бірікпесе, қаймақ қосып илесеңіз болады. Салмасын дайындаймыз. Сүзбеге қант, жарма ұнтағын және де жұмыртқаның сарысын осылай видеодағыдай етіп бөліп аламыз ағынан. Сарысын қосамыз. Жұмыртқаның ағын құрғақ таза ыдысқа бөліп алыңыздар. Қаймақ қосып, қасықтың немесе блендердің көмегімен еземіз. Формамызға пергамент қағазын төсеп, қамырымызды орналастырамыз. Шеттерін түзулеп кесіп шығамыз және салмасын салып, 180 градуста пісіріп аламыз. Пирогымыз піскен соң жұмыртқаның ағын көпіртеміз. Бір қасықтан қант қоса отырып, орташа жылдамдықта, сосын қатты жылдамдыққа көтеріп көпіртеміз. Ыдысымыз құрғақ, май болмауы қажет, таза болуы қажет. Сол кезде жұмыртқамыз осындай стойки болып шығады. Піскен пирогымыздың үстіне орналастырып, 50 градуста жұмыртқаның ағы көтеріліп, кішкене сарғайғанша пісіріп аламыз. Пирогты суық жерге қойыңыздар. Суыған соң осындай нәзік көз жастары пайда болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер.